Енді қазақстандықтар банкроттыққа онлайн режимде өтініш бере алады. Ол үшін жаңадан қолдау ақпараттық жүйесі іске қосылды. Оған 24 мемлекеттік органның базасы біріктірілген. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, азаматтар жүйенің көмегімен банкрот мәртебесіне өтініш беріп, талаптарға сәйкестігін автоматты түрде тексере алады. Порталдың тағы бір артықшылығы, жеке тұлғаға өтініш мақұлданбаған жағдайда себебімен қандай деректерді түзеу қажеттігі туралы хабарлама келеді. Шілде айындағы ақпарат бойынша Алматы қаласында банкроттыққа 9 мыңға жуық өтініш түскен, оның 6,5 мыңнан астамы қабылданбаған. Ал 730 өтініш бойынша соттан тыс банкроттық рәсімі басталды. 1400 азамат банкрот деп танылды. 15 күннің ішінде өтінім қарастырылып, шешім шығады. Талаптарға сай болатын болса, банкроттық рәсімі басталу туралы, және ол рәсім 6 ай ішінде жүргізіліп, 6 айдан кейін шешім шығарылады. Берілген өтінім бойынша кері қайтарылған болатын болса, 3 айдан кейін қайтадан өтінім беруге құқығы бар.